Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін маквей пирог жасайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Жұмсақ, ауызда ерейтін, бір шайда желініп қалатын жақсы бір керемет пирог. Енді қамырымызды дайындап алатын боламыз. 250 грамм ұнымызды сетадан өткізіп, үстіне қопсытқышымызды салып, сахарный пудрамызды да салатын боламыз. Мен мактан 2 пакеттегін салдым. Ванилин салатын боламын. Егер сіз ұнатпасаңыз, өз қалауларыңызға байланысты салмасаңыздар да болады. Жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Енді жұмыртқамызды сарысын бөлек, ағын бөлек ажыратып алатын боламыз. Мен 4 жұмыртқа пайдаландым. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Сіздер де менімен бірге мак пирогын жасап, жанұяңызды бірге қуантыңыз. Міне қамырымызды илеп алатын боламыз. Егер қамырыңыз сізде бірікпейтін болса, үстіне қосымша жұмыртқаның сарысын қоссаңыздар болады. Міне менде осындай қамыр шықты. Енді қамырымызды ұнның оқтаудың көмегімен жұқалап жайып алатын боламыз. Қамырыңыздың айналасы қисық болып, жетпей тұрған жерлерін тегістеп кесіп, қалған бөлігін жетпей тұрған жеріне жамап, оқтаудың көмегімен бастырып салсаңыздар болады. Міне менде 4 бұрышты тестіміз дайын болды. Енді вилканың көмегімен үстін тесіп шығатын боламыз. Қазір пешімізге салған уақытта көтеріліп кетпес үшін. Міне енді жұмыртқамыздың ағын блендердің көмегімен 2-3 масса етіп үлкейтіп алатын боламыз. Үстіне 2-3 қасықтан қант салып араластырамыз. Мен үстіне сахарный пудрадан 2-3 қасығын салдым. Жақсылап тұрып араластырып, жаңағы дайындап қойған қамырымыздың үстіне құйып шығып пісіріп алатын боламыз. Міне менде осындай болып пісті. Енді кремін дайындадым. Мен петмол сливкиін үстіне 1 сгущенка, какао салып, осындай крем шығардым. Үстіне бір тегіс етіп жағып алатын боламын. Сіздер де жасап, менімен бірге кері байланыс жасап, мені қолдап қойыңыздар. Міне менің пирогым дайын болды. Үстіне малина вареньесін құйып шықтым. Сіздер жасап, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Өте дәмді пирожный болды. Ас болсын. Келесі кездескенше